қараңдаршы. Бірінші біз қандай сөзді көріп тұрмыз? Қыжыл деген сөзді көріп тұрмыз, иә? Қыжыл деген сөзді көріп тұрмыз. Қараңдаршы, осы қыжыл деген сөзді естіген кезде ойымызға не келеді? Қыжыл шығуы мүмкін балар, иә? Жақсы балар. Енді қараңдаршы, енді осы қыжылды басу үшін, иә? Қандай дәрілік препараттарды қолдануға болады? Естеріне бар ма? Үйлер мамаларым бар, иә? Жаңағы басқа да. Мағжан, қандай препараттар? Мысалы, асқазан ауырғанда, қыжыл шыққан кезде. Фатима. Қалапай өсімдігінің сиробын ішуге қыжыл. Ал, тағы да қандай дәрілік препараттар? Мысалы, бар ма естігенде? Рени, иә, мысалы? Дұрыс кім айтты мезимдер? Мезим, тағы да қандай препараттар бар? Мысалы, иә, омез, иә? Деген сияқты балар, жақсы балар. Одан басқа егерде дәрі болмай қалған жағдайда, үй жағдайында қалай қыжылды басуға болады? Мысалы, қалай қыжылды басылады? Жақсы. Енді қарайықшы. Бүгінгі сабағымыз тақырып не екен? Бейтараптандыру дегеніміз не? Яғни оқу мақсатымыз бейтараптандыру үдерісін түсіндіру. Дәптерімізді ашамыз, тақырыбымызды жазамыз. Дәптерімізді ашып, тақырыбымызды жазамыз. Су болды. Бейтарапқа жатады екен, су жатады. Жақсы бала, иә? Қарайықшы, енді бүгінгі сабақ барысында жүргізілетін жұмыстарымызды осындай, иә? Қарап отырайық. Жаңа бірінші тәжірибе жасаймыз. Тәжірибелер не үшін жасаймыз деп ойлайсыздар? Яғни қараңдар, кітаптың 126 бетін қараңдар. Қандай тәжірибе? Кітапты ашамыз, қарайсыз бала, иә? Бұнда қараңдар. Не істейміз? Ерітіндінің ортасын өзгертуге бола ма? Және қалай деген сұраққа жауап беру үшін тәжірибе жасаймыз балар. Жақсы балар. Енді балар қарайық. Бірінші, мына команданың, команданың командир сайлап алайық. Тез арада өздері. Командир келестесіз. Бір командир сайлап алыңдар. Деген не? Бұл өткен сабақ. Мағжан. Қышқылдық дегеніміз қышқылдық дәні бар сұйықтықтар. Мысалы, лимон немесе лимон су күйіп, оған лимон шырынын қосамыз. Асықпай. Су дейін айтып қой, 50 метр. Енді лимон аямай сығасыңдар, е? Лимон сығамыз. Лимон сығамыз. Жақсы бапсыңдар. Бұлдардың күштері бар ғой? Жақсы деп балар, е? Жақсы. Жақсы балар. Жақсы болды балар, е? Енді ары қарай істейміз, кітапқа қарап жеш, істейміз, кітапқа ары қарай әлдере индикатор. Дұрыс, индикатордың көмегімен жаңағы реакциясын көресіңдер. Индикатор білесіңдер ғой? Болды. Енді индикатор көмегімен ортасын шықпайсыңдар. Индикатор көмегімен ортасына салдар. Бәрі жүрген ортасы. Қышқылдық. Үй отыр. Сұрақ, қағаз индикатор қандай түске боялды? Көрсетіңдер. Бәрі саптыр. Қандай түске? Қызыл түске боялды. Қандай түгел, қызыл түске боялды. Жақсы. Енді ары қараймыз. Енді істейміз, оған шым-шым ас содасын қосамыз. Дайын тұр. Қасық бәрі. Балар, әлшер. Ас содасын қосыңдар. Қандай өзгесі байқалды? Көпіршіді және түсі өзгерді. Көпіршіді түсі біраз болсын өзгерді. Жақсы. Енді не істейміз? Индикаторды қайдадан саламыз, иә? Тағыдан анықтаймыз ортасын. Индикатор салды ма уже? Так. Түсі қандай өзгерді? Қызыл, иә?
Қызыл түске боялды. Айзере қандай түске боялды? Қызыл түске боялды. Балалар, енді қарайықшы, неге жаңағы индикатор қызыл түске боялды? Осы тәжірибенің нәтижесінде біз нені байқадық? Бейтараптандыру үдерісі жүзеге асты. Жасап көрінді жақсылығымен бұл тәжірибенің нәтижесінде бейтараптандыру үдерісі жүзеге асты. Енді қарайық, кітапта қарайық. 127-ші бетте бейтараптандыру деген не екен оқып жібереміз. Мақсат, мағжан оқып жүрді. Ерітінді ортасының сипатын анықтау. Дұрыс. Яғни бұл сарамандық жұмыстың негізгі мақсаты не екен? Ерітінді ортасының сипатын анықтау. Енді кітапқа қарап отырып, не істейміз? Бейтараптандыру тәсілі минус. Екінші, газдалған су. Газдалған сусындағанда 3/4. Ортасы қышқылдық. Тәсілі сілтілік және бейтарап. Сілтілікке бейтараптандыру. Жақсы. Так, мына жақтан сөйлемегенін сөйлейміз. Айта ғой. Түгеліме сөйлейміз. Суда газдалған сусында Қай өсімдік қысқа мәтін берілген. 2 минут уақыт берем.